Тізе ауруын түсіну маңызды. Себебі бұл кез келген жастағы адамдарда да жиі кездесетін мәселе. Тізе ауруы өмір сапасын айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Сондықтан оның себептерін және емдеу жолдарын білу өте маңызды. Ол жарақат, шамадан тыс жүктеме және артрит сияқты әртүрлі факторлардан туындауы мүмкін. Спортшыларда жарақаттар жиі кездеседі, ал егде жастағы адамдарда артрит жиі кездеседі. Тізе ауруы жеңілден ауырға дейін өзгеруі мүмкін және күнделікті әрекеттеріңізге кедергі келтіруі мүмкін. Мысалы, баспалдақпен көтерілу немесе ұзақ уақыт жүру қиынға соғуы мүмкін. Тізе сүйектерден, шеміршектерден, байламдардан және сіңірлерден тұратын күрделі буын. Сүйектер құрылымды қамтамасыз етеді. Шеміршек сүйектерді жастықтайды, байламдар сүйектерді бір-біріне байланыстырады, ал сіңірлер бұлшықеттерді сүйектерге бекітеді. Осы құрылымдардың кез келгені жарақаттанғанда немесе зақымдалғанда, ол ауырсынуды тудыруы мүмкін. Бұлшықеттер мен сіңірлердің шамадан тыс жүктемесі де ауырсынуға әкелуі мүмкін. Осы құрылымдардың кез келгені жарақаттанғанда немесе зақымдалғанда, ол ауырсынуды тудыруы мүмкін. Дәрігерлер мен физиотерапевтер тізе ауруын емдеуде маңызды рөл атқарады. Тізе ауруы сонымен қатар қабынуды тудыруы мүмкін. Бұл дененің жарақатқа немесе инфекцияға табиғи реакциясы. Қабыну тізе ісінуіне және қызаруына әкелуі мүмкін. Тізе ауруының себептерін түсіну жеңілдік табудың бірінші қадамы. Дұрыс диагноз қою және емдеу жоспарын жасау үшін медициналық көмекке жүгіну маңызды. Тізе ауруын тудыруы мүмкін көптеген түрлі нәрселер бар. Бұл ауырсыну әртүрлі себептерден туындауы мүмкін, және әрбір жағдай әртүрлі емдеуді талап етеді. Ең көп таралған себептердің кейбіреулері байламдардың жыртылуы, шеміршектердің жыртылуы. Бұл жарақаттар көбінесе спортшыларда немесе физикалық белсенді адамдарда кездеседі. Және тендинит сияқты жарақаттар тізедегі жиі кездесетін жарақаттар болып табылады. Остеоартрит, ревматоидты артрит сияқты созылмалы аурулар да тізе ауруының негізгі себептері болып табылады. Және жарақаттан кейінгі артрит сияқты артриттің барлық түрлері тізе ауруын тудыруы мүмкін. Жүгіру, секіру және отырып тұру сияқты әрекеттерден туындаған шамадан тыс жүктеме тізеңізге көп күш түсіруі мүмкін. Бұл әсіресе спортшылар мен белсенді өмір салтын ұстанатын адамдар үшін маңызды. Жаттығуларды дұрыс орындамау, немесе шамадан тыс жүктеме тізе буынына зиян келтіруі мүмкін. Тізе ауруының басқа да сирек кездесетін себептеріне мыналар жатады. Подагра. Бұл буындарда кенеттен қатты ауырсыну мен ісінуді тудыратын артрит түрі. Бұл көбінесе дұрыс тамақтанбау немесе генетикалық факторлармен байланысты. Инфекциялар, өйткені тізе буынындағы инфекциялар ауырсынуды, ісінуді және қызаруды тудыруы мүмкін. Бұл жағдайлар дереу медициналық көмек көрсетуді талап етеді. Исіктер сирек кездесетініне қарамастан, тізе буынындағы немесе оның айналасындағы ісіктер ауырсынуды тудыруы мүмкін. Бұл жағдайлар мұқият диагностика мен емдеуді қажет етеді. Егер сізде тізе ауырса, ауырсынуды жеңілдету және қозғалғыштығыңызды жақсарту үшін үйде жасай алатын бірқатар нәрселер бар. Демалыңыз, ауырсынуды күшейтетін әрекеттерден аулақ болыңыз. Мұз, зақымдалған аймаққа күніне бірнеше рет, бір уақытта 15-20 минут бойы мұз жағыңыз. Компрессия, ісінуді азайтуға көмектесетін компрессиялық таңғышты қолданыңыз. Аяқты көтеру, аяғыңызды мүмкіндігінше көтеріп ұстаңыз. Бұл қарапайым шаралар қабынуды азайтуға және жеңілдік беруге көмектеседі. Қайшылықты болып көрінгенімен, жаттығу тізенің денсаулығы үшін өте маңызды, тіпті ауырған кезде де. Дегенмен, буындарыңызға жұмсақ жаттығуларды таңдау маңызды. Жүзу, судағы аэробика және велосипед тебу сияқты әрекеттер тізеге оңай әсер етеді. Күшейту жаттығулары, тізе айналасындағы бұлшықеттерді нығайтатын жаттығуларға назар аударыңыз. Мысалы, квадрицепс және сіңір созылулары. Қозғалыс ауқымын жаттығулары, жұмсақ созылулар икемділікті жақсартуға және қаттылықты азайтуға көмектеседі. Баяу бастауды және тізе ауруы жақсарған сайын жаттығуларыңыздың қарқындылығы мен ұзақтығын біртіндеп арттыруды ұмытпаңыз. 5-ші бөлім. Буындардың денсаулығы үшін тамақтану стратегиялары. Сіз жейтін тағам буындардың, соның ішінде тізелердің денсаулығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
қабынуға қарсы тағамдар өте маңызды. Рационыңызға майлы балықтар, жаңғақтар және зығыр тұқымдары сияқты омега-3 май қышқылдарына бай тағамдарды қосыңыз. Түрлі түсті жемістер мен көкөністер буындарыңызды зақымданудан қорғауға көмектесетін антиоксиданттарға толы. Ал ылғалдануды сақтау буындарды майлау үшін өте маңызды. Тамақтанудың дұрыс таңдауын жасау арқылы, сіз ағзаңызды буындардың денсаулығын қолдау үшін қажетті коректік заттармен қамтамасыз ете аласыз. 6-шы бөлім – салмақты басқару және тізе денсаулығы. Бұл бөлімде біз дене салмағының тізе денсаулығына қалай әсер ететінін талқылаймыз. Дене салмағын сау ұстау тізе денсаулығы үшін өте маңызды. Салмақты бақылау арқылы сіз тізе буындарыңызға түсетін қысымды азайта аласыз. Артық салмақ тізелеріңізге қосымша күш түсіреді. Бұл ауырсынуды күшейтіп, жарақат алу қаупін арттырады. Бұл әсіресе баспалдақпен көтерілгенде немесе ұзақ уақыт жүргенде байқалады. Егер сіз артық салмақпен немесе семіздікпен ауыратын болсаңыз, салмақтың аз ғана мөлшерін жоғалту тізе ауруына үлкен әсер етуі мүмкін. Тіпті 5-10% салмақ жоғалту тізе ауырсынуын азайтуға көмектеседі. Жемістерге, көкөністерге, майсыз ақуыздарға және дәнді дақылдарға бай теңдестірілген тамақтануға назар аударыңыз. Бұл тағамдар сіздің денеңізге қажетті қоректік заттарды береді. Салмақты басқаруды және жалпы денсаулықты қолдау үшін үнемі дене шынықтырумен айналысыңыз. Жаттығулар бұлшықеттерді күшейтіп, буындардың икемділігін арттырады. Дене салмағының сау деңгейіне жету және оны ұстап тұру арқылы, сіз тізелеріңізге түсетін ауыртпалықты айтарлықтай азайта аласыз. Бұл сіздің күнделікті өміріңізді жеңілдетеді және белсенді болуға мүмкіндік береді. 7-ші бөлім. Маманға қашан жүгіну керек? Тізе ауруының көптеген жағдайларын үйде күтім жасау арқылы басқаруға болатынына қарамастан, маманға қашан жүгіну керектігін білу маңызды. Егер сіздің ауырсынуыңыз қатты немесе әлсірететін болса, егер сізде тізеңізде кенеттен ісіну пайда болса, егер сіз тізеңізге салмақ түсіре алмасаңыз, егер сіздің белгілеріңіз үйде күтім жасауға қарамастан сақталса, немесе күшейсе, осы ескерту белгілерінің кез келгенін байқасаңыз, медициналық маманмен кеңесуден тартынбаңыз. 8-ші бөлім. Медициналық көмекке жүгіну. Не күтуге болады? Тізе ауруымен дәрігерге барған кезде, олар сізден белгілеріңіз, медициналық тарихыңыз және ауырсынуыңызға ықпал етуі мүмкін кез келген әрекеттер туралы сұрайды. Сонымен қатар, олар тізеңіздің қозғалыс ауқымын, тұрақтылығын және жарақаттың кез келген белгілерін бағалау үшін физикалық тексеруден өткізеді. Буынның айқын көрінісін алу үшін рентген, МРТ немесе басқа да бейнелеу тестілері сияқты бейнелеу тестілері тағайындалу мүмкін. Диагнозға сүйене отырып, дәрігер сізге жеке емдеу жоспарын жасайды. 9-ші бөлім. Тізе ауруын емдеудің қосымша әдістері. Дәстүрлі медициналық емдеу әдістерінен басқа, тізе ауруын жеңілдетуге көмектесетін бірқатар қосымша терапиялар бар. Акупунктура. Бұл ежелгі қытайлық тәжірибе емдеуді ынталандыру үшін дененің белгілі бір нүктелеріне жұқа инелерді енгізуді қамтиды. Массаж терапиясы бұлшықеттерді босаңсытуға, қан айналымын жақсартуға және ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Йога және тайчи. Жаттығудың бұл жұмсақ түрлері икемділікті, тепе-теңдікті және күшті жақсартуға көмектеседі. 10-ші бөлім. Тізе денсаулығын ұзақ мерзімді сақтау. Тізе ауруы басылғаннан кейін, оның қайталануын болдырмау үшін шаралар қабылдау маңызды. Буындарыңызды сау ұстау үшін үнемі, әсері аз жаттығулармен айналысыңыз. Тізелеріңізге түсетін күшті азайту үшін дене салмағын сау ұстаңыз. Тиісті аяқ киім киіңіз. Жақсы жастықшаны қамтамасыз ететін ыңғайлы аяқ киімді таңдаңыз. Денеңізді тыңдаңыз және қажет болған кезде демалыңыз. Осы сау әдеттерді өмір салтыңыздың бір бөлігі ету арқылы сіз тізелеріңізді ұзақ жылдар бойы сау және ауыртпалықсыз ұстай аласыз. 11-ші бөлім. Тізе ауруын жеңілдету жолындағы саяхатыңыз. Тізе ауруымен күресу қиын болуы мүмкін, бірақ сіз жалғыз емес екеніңізді ұмытпаңыз. Себептерін түсіну, тиісті емдеуді іздеу және сау әдеттерді қабылдау арқылы сіз жеңілдік тауып, буындардың денсаулығын басқара аласыз. Өзіңізге шыдамды болыңыз.
Хабардар болыңыз, және сіздің нақты қажеттіліктеріңізді қанағаттандыратын жеке жоспар құру үшін медициналық қызмет көрсетушілермен тығыз жұмыс істеңіз.